Мойынның нерв қысылғанын қалай анықтаймыз? Ең бірінші нерв қысылатын жер бұл мойында, омыртқада грыжаның әсерінен. Егер де грыжа сіздің қолдарыңыздың нервтерін қысып тұрған болса, онда сіздер бұлай жүретін едіңіздер. Және де бұл грыжа таңертең де, кешке де, отырсаңыз да, жатсаңыз да, постоянно қолыңызды ауыртып тұрады. Екінші нерв қысылатын жер бұл лестничная мышцаның алдыңғы мен ортаңғы порциясының арасынан нерв шығады. Яғни осы екі бұлшықетте спазм болса, онда нервті қысып қалады. Ол кезде егер де оң қолдарыңыз ауыратын болса, басты былай істесеңіздер, оң қолдарыңыз бірден жіберіп босаңсиды. Келесі нерв қысылатын жер бұл мында малая грудная мышца деген болады, соның астынан нерв кетеді. Бұл бұлшықетте спазм болса, онда қолдарыңыздың нервтерін қысады және қолдарыңыз ауырып, қолдарыңыз ұйыйтын болады. Және келесі мойынға арналған тест көрсетейін. Бастарыңызды оңға бұрсаңыздар, былайынан тартып тұратын болса, онда трапеция тәрізді бұлшықеттің жоғарғы порциясында спазм бар деген сөз. Келесі тест, бастарыңызды алдыға еңкейтіп көріңіздер. Егер де желкеңізден төмен қарай жауырын тұсына дейін бір нәрсе тартып тұратын болса, онда мойынның ұзын бұлшықеттерінде спазм бар деген сөз. Тест жасап көріңіздер. Егер де мен айтқан мәліметтерді өздеріңізде байқасаңыздар, консультацияға келіңіздер.